Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін сіздер үшін миллиондардың арманы әлемдегі ең алып мемлекет Америка Құрама Штаттары туралы ең қызықты деген ақпараттарды ұсынамыз. Ендеше арнадан ұзап кетпеңіздер. Американдықтар бір жылда барлығы 3 миллиард пицца тұтынады. Пицца бастапқыда Италияда шыққанымен, американдықтарға өздерінің пиццасы ұнайды. Американдық инновациялар. Тарихта әлемді өзгертуге атсалысқан көптеген өнертапқыштар америкалықтар болған. Олардың әлемге берген инновацияларын еске сала кететін болсақ, транзистор, интернет, лампочка, ұшақтар және күнделікті ұстап жүрген ұялы телефонымыз. Аталған инновациялар америкалықтар берген инновацияның шамалы бөлігі ғана. GPS-ті Америка Құрама Штаттары бақылауда ұстап отыр, және GPS осы елдің меншігі. Оны кез келген уақытта Америка үкіметі сөндіре алады. Америка туралы қызықты ақпараттардың бірі америкалықтардың әлемге ықпал етуі. GPS-ті әлемде барлық ел қолданады, бірақ бірнеше адамдар ғана GPS ақш үкіметіне тиесілі екенін біледі. Бізді кез келген уақытта ақш үкіметі GPS-сіз қалдыруы мүмкін. Қазіргі ақш жалауының дизайнын 17 жастағы бозбала жасаған. Оның есімі Роберт Джи Хефт. Мектеп жобасына дайындаған жалау үшін мұғалім оған B, яғни 4 қояды. Кейіннен Конгресс оның жасаған жалауын ресми ақш үкіметінің ту ретінде қабылдаған кезде, мұғалім оны A, 5 бағасымен қуантады. NASA ғаламды зерттеу. Америка Құрама Штаттары әлемдегі айға адам аяғын тигізген бірден-бір мемлекет. NASA мемлекеттік ұйым, аспан әлемін зерттеу бойынша номер 1 болып саналады. Әлемдегі күшті төл құжат иелері америкалықтар. Америкалықтар әлемде еш кедергісіз шарлай алады. ақш азаматтары әлемнің 116 еліне ешқандай визасыз сапар шеге алады. Әлемдегі кәсіпкерлер саны жоғары ел. Америка Құрама Штаттарын көбіне мүмкіндіктері елі деп атайды. Американдық арман деген сөздер жиі естуіміздің себебі кәсіпшіліктің бұл елде қатты дамығанынан болар. Еңбек еткен адамға Америка жерінде бәрі де мүмкін. Торнадо. Америка Құрама Штаттарындағы табиғат апаты торнадоның болуы жөнінен әлемдегі кез келген мемлекетті жолда қалдырады. Орта есеппен Америкада әр жыл сайын 1000-нан астам торнадолар болады екен. Ядролық қару. Америка Құрама Штаттары ядролық қаруды алғаш дамытып, соғыста қолданған бірден-бір мемлекет. Ерекше президенті. 2008 жылы Барак Обама ақштың алғаш қара нәсілді президенті атанды. Бұған дейін Америка тарихында қара нәсілді президент болмаған болатын. Назарларыңызға рахмет, құрметті көрермендер. Егер біз әкелген мәліметтер ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, қолдау көрсетулеріңізді сұраймыз.